Сәлеметсіздер ме? Бүгін бізде математика 4-ші сынып 146-шы сабақ. Есептер шығару. Бірінші есеп, есепті әртүрлі тәсілмен шығар. Біздің сыныптағы көптеген ұлдар ғарыштық техникаға қызығады. Олар осындай ойыншықтармен ойнағанды ұнатады. Арман мынадай есеп құрастырды. Ойыншық шығаратын фабрикада конструктордан зымыран құрастыру үшін 45.000 көк түсті және 105.000 жасыл түсті бөлшек әзірленді. Барлық өнімдер әр қорапқа 1500 бөлшектен бөлініп салынды. Барлығын салу үшін қанша қорап қажет болды? Яғни көк 45.000 бөлшек, жасыл 105.000, әр қорапқа 1500-ден бөлшектен қанша қорап болады? 45.000-ға 105.000-ді қосамыз, 150.000 бөлшек барлығы. 150.000-нен 1500-ді бөлеміз, 100 қорап. Яғни 100 қорап қажет болған екен. Екінші тәсілі 45.000 бөлу 1500, 30 қорап. Көкке 105.000 бөлеміз 1500-ді, сонда 70 қорап. Көктен 30 қорап қажет, ал жасылдан 70 қорап қажет. 30-ға 70-ті қосамыз, 100 қорап барлығы қажет екен. Екінші есеп. Ұшақ 5 сағат ішінде 7 тонна 500 килограмм жанармай жұмсады. Оның екі багының әр қайсысында 3 тоннадан жанармай қалды. Қалған жанармай қанша сағатқа жетеді? 5 сағатта 6 тонна 250 килограмм, екі бакта 3 тоннадан қалды неше килограмм және неше сағатқа жетеді? 6 тонна 250 килограмм, 6250 килограмм болады. 3 тонна 3000 килограмм. 6250-ді бөлеміз 5-ке, 1250 килограмм сағат, 1 сағатты жұмсайды. 3000-ді көбейтеміз 2-ке, 6000 килограмм. Қалған жанармай 6000-ді бөлеміз 1250-ге, 4 сағат, 1000 килограмм қалды. Қалған жанармай 4 сағатқа жетеді, 1000 килограмм 1 тонна артық қалады екен. Үшінші есеп. Бір сүт зауыты күніне 30 тонна, ал екіншісі 50 тонна сүт өңдейді. Олар екеуі бірге жылына 365 күнде неше тонна сүт өңдейді? Бірінші 30 тонна күніне, екіншісі 50 тонна. 365 күнде қанша тонна сүт өңдейді екен? 30-ды 50-ге қосамыз, 80 тонна күніне, екеуі бірге 365-ті көбейтеміз 80-ге, 29200 тонна бір жылда сүт өңдейді екен. Екінші, 5 дүкеннің әр қайсысына күніне 250 қаптама сүт пен 350 қаптама сүт қышқылды сусындар әкелінеді. Осы дүкендер күніне барлығы қанша қаптама сүт пен сүт қышқылды сусындар алады? Бір аптада ше. Яғни әсі 5 дүкенде 250 қаптама сүттен 350 қаптама сусын күніне алады. Бір аптада қанша? 5-ті көбейтеміз. Жақшаның ішінде 250 қосу 350. Тең 5 көбейту 600, 3000 қаптама күніне алады екен. 3000-ді көбейтеміз 7-ге, 21000 қаптама сүт өндіреді екен аптасына. Төртінші есеп. Теңдеулер құр және оларды шеш. 165 пен 633 сандарының қосындысын бірнеше есе кеміткенде 266 саны шықты. Белгісіз сан нешеге тең? Яғни теңдеуіміз жақшаның ішінде 165 қосу 633. Жақшаны жабамыз, бөлу x тең 266. 798 бөлеміз x 266-ға тең. X-ті табамыз, 798 бөлеміз 266-ны. Сонда x-іміз 3. X-іміз 3-ке тең. Енді тексереміз. 165 қосылған 633 бөлу 3 тең 266-ға тең екен. Екінші есеп. 50.000 мен 36.952 сандарының айырмасы белгісіз сан мен 6466 сандарының қосындысына тең. Белгісіз сан нешеге тең? Яғни бізде 50.000 азайтамыз, 36.952 тең x қосу 6466. Бізде болады 50.000 мен 36.952-ның айырмасы 13048-ге тең.
X-іміз X қосылған 6466, енді X-ті табамыз. 13048-ден азайтамыз 6466-ны, X-іміз 6582-ге тең екен. Енді тексереміз. 50.000 азайтамыз 36952 тең, 6582 қосылған 6466-ға. Сонда 13048-ға тең болады екен. Теңдеуіміз. Үшінші есеп. Белгісіз сан мен 12 санының көбейтіндісі 65032 мен 18464 сандарының қосындысына тең. Белгісіз сан нешеге тең? Яғни бізде x көбейтілген 12 тең 65032 қосылған 18464. X көбейтілген 12-ні өзін жазамыз. Яғни 65032 мен 18464-тің қосындысы 83496-ға тең. X-ті табамыз. 83496-тан бөлеміз 12-ні. X-іміз 6958-ге тең. X-ні орнына қойып есептейміз. Бесінші есеп. Есептің сызбасынсыз және оны шығар. Ғарыш айлақтағы екі байқау алаңынан туристер мінген жеңіл көлікпен автобус бір уақытта бір-біріне қарама-қарсы бағытта шығып, 3 сағаттан кейін кездесті. Автобустың жылдамдығы 15 км сағатына, ал жеңіл көліктің жылдамдығы одан 4 есе артық. Байқау алаңдарының арақашықтығын тап. Яғни бізде уақытымыз 3 сағат, V1 15 км сағат, V2 белгісіз 4 есе артық V1-ден. S-ті табамыз. V2-ні табамыз. 15-ке 4-ті көбейтеміз 60 км сағат. Жақындау жылдамдығын табу үшін 15-ке қосамыз 60-та. 75 км сағатқа тең. S-ті табамыз. Жақындау жылдамдығына уақытты көбейтеміз. 75-ті 3-ке көбейткенде 225 км. Байқау алаңдарының арақашықтығы 225 км-ға тең екен. Алтыншы есеп. Тура теңдік шығу үшін бос тор көзге қандай санды қою керек? Яғни 754 азайтылған теңіміз 103 шығу керек. Яғни санды қойғанда 754 азайтамыз 103-ті тең 651. 651. Сонда 754 азайтамыз 651 тең 103. Яғни тор көзде, бос тор көзде 651 санына тең екен. Енді екіншісі. 117 қосылған 94 қосу 18 тең 229. 229 азайтамыз, шақшаның ішіне 117 қосу 94 тең 18. Яғни бұл жерде бос тор көзге табу үшін қосу болса, яғни азайту арқылы табуымызға болады. Мысалы 1995 қосылған 214. Мына жерде бос орын бар, 214 азайтамыз 1995. Енді біз қосу арқылы осыған бос тор көзі табуымыз керек. 1995 қосу 214 2209-ға тең екен. Енді бос орынға қойып, осы 2209-ды азайтамыз 214, сонда 1995. Бос орынға 2209-ды қойған екен. Дәл осы түрде бос орындарды толтырамыз. Жетінші есеп. Әлияның анасы жеңілдіктер жасалғанға дейін 3 ыдыс сұйық май, 3 килограмм ірімшік, 2 қалта ұн сатып алды. Ал жеңілдіктер басталған кезде әжесі осы азық-түлікті арзандатылған бағамен сатып алды. Әлияның әжесі қанша теңге үнемдеген анықта. Анасы 1349 теңгеден 3 ыдыс, 1675 теңгеден 3 килограмм, 405 теңгеден 2 қалта ұн сатып алды. Әжесі 1079-дан 79 теңгеден 3 ыдыс, 1399 теңгеден 3 килограмм, 305 теңгеден 2 қап ұн. Яғни үнемдегенін табуымыз керек. Яғни 1349 көбейту 3 қосу 1675 көбейту 3 қосу 405 көбейту 2 азайтамыз. 1079 көбейту 3 қосу 1399 көбейту 3 қосу 305 көбейту 2 тең 9882-ден 8044 азайтамыз, 1838 теңге әжесі үнемдеген екен. Жетінші А. Тапсырманы орында. Жақын жердегі дүкеннен азық-түлік бағасын біл. 3 заттан тұратын азық-түлік жинағын құрастырып, өз есебіңді ойластыр. Ірімшік 3280 теңге килограмм, сүзбе 769 килограмм қорабы, сүт 255 теңге литр. Әлияның әкесі дүкеннен 2-ден 1 килограмм ірімшік, 2 қорап сүзбе және 3 литр сүт алды.
әжесі барлық затқа қанша ақша төленді? 3280 бөлеміз 2, қосамыз 769 көбейту 2, қосамыз 255 көбейту 3. 1640 қосу 1538 қосу 765 барлығы 3943 теңге төлеген екен. Есеп, суретін салып өзіңнің ойыңды түсіндір. Саябақта 4 тоған бар. Бір тоғаннан екіншісіне айналып жүрмей бірден қысқа жолмен бару үшін олардың арасындағы жолдарға құм себу қажет. Тоғандарды орналастырудың әртүрлі нұсқасын қарастыр. Суретін салып өз шешуіңді түсіндір. Яғни бізде әртүрлі нұсқа осындай түрде болады екен. 10-шы есеп. Алматы қаласындағы Абай атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық опера және балет театры 793 орынға есептелген. Нұр-Сұлтан қаласындағы бейбітшілік және келісім сарайының опера залында 1500 орын бар. Егер өнерпаздар екі залда да 3 қойылымнан көрсететін болса, бейбітшілік және келісім сарайындағы қойылымды опера және балет театрына қарағанда қанша көрермен артық көре алады? Абай атындағы 793 орын, бейбітшілік сарайы 1500 орын, я? Енді қанша артық? 1500 азайтамыз 790 707, бір қойылымда, я? 707-ні көбейтеміз 3-ке 2121, 3 қойылымда. Бейбітшілік және келісім сарайында 2121 артық көрермен көре алады екен.